ана бір сөзі бар ғой. Дастарханда тұрған кезде қаймақ, май, құрт барлығы андай оңай сияқты болады да. Қаланың адамдары айтып кетеді, мысалы, мә сіздер ауылда отырсыңдар, құрт, май, қаймақ, айран тегін ғой деп ондай сөз бар да. Мен сіздерге бүгін соның бір қиыншылықтарын, сол майдан бұрынғы жұмыстар туралы көрсететін боламын. Маңдай тер енді бұл мықты еңбек талап етеді. Сондықтан да оңай емес. Оңай болса барлығы сау керек қой, бұл оңай емес. Маманың қасында тұрасың осылай. Сиырдың аяғын байлайсың, бұзауды жібересің. Солай жалпы. Мамаға ештеңе істетпейсің, барлығы тек ол сауат. Қалған барлығын өзіміз істейміз. Андай хирург сияқты ғой, хирургтар операцияда істемей ме жаңағыдай. Терін түсіріп, жаңағыдай. Пышақ, қайшы деп тұрады ғой. Сол сияқты мама да сөйтіп тұрады бізде. Тек қана сауат болды. Сүтін апарып береміз. Сиырдың аяғын байлап береміз. Мына сауып отқандар құнажын қашар. Бірінші бұзаулап тұр. Бұны үйретіп жатыр. Кішкентай ғана сауат. Сосын бұзауына қалғанын қалдырады да. Көбісін бұзауына қалдырады, өссін дейді да жаңағыдай. Себебі бұзау өсу керек. Сүтті көбірек ему керек. Бұл андай үйрету үшін сауат та осындай. Мынау идіру деген бар, идіру. Ию керек сүт шығу үшін. Бұзауды осылай идіріп сауасын. Бір уақыты бар өзінің. Андай үлкейет жаңағыдай сауатын. Енді емшек дейміз ғой енді. Сөзі бар ғой сондай. Біреулер мүмкін таң қалуы мүмкін жаңағыдай. Ондайды айтпау керек. Бұл сиырдың 4 емшегі болады. Осы иіген кезде сүт үлкейет. Да, мама? Иә. Иә дейді. Бұл ұсақа сиырлар бұл. Бірақ жуас сиырлар. Бірақ өзім жасымыз 60-тан кеткесін, тұруымыз қиын. Сол себепті аяғын байлайды. Өзім жайлы отыру үшін. Болған сияқты болды. Екі емшекке сауатын еді жас кезімізден бастап. Қазір жасымыз 70-ке жақындап қалғасын. Бір емшекті 2 қолдап сауамыз. Қартайғасын қолдың да күші кетеді екен, азаяды екен. Сол себепті осылай сауып жатырмыз. Массаж сен, массаж. Мама, мен айтам да андай. Дастарханда болғасын бәрі оңай көрінеді деймін да. Көрермендерге айтып жатырмын. Қиыншылығында түсірейік енді. Бұл маңдай тер, қаймақ, май, босқа келмейді, бір аспаннан сауыра түспейді. Қаладағылар, ауылдан қалаға көшіп кеткендер айтады, ой сіздерге оңай ғой, бәрі тегін, ешқандай ешнәрсе сатып алмайсыңдар дейді. Бірақ бұл тегін нәрсенің де қиыншылығы болады. Осындайды жетеңсін, 5-тен бастап сауасың, оны тартасың. Оның құрты бар, үшін түске дейін жұмысымыз осы сүттің несін, құртын бәрін істеп, ірімшігін сондай жұмыспенен
айналысамыз түске дейін. Кешкісін мінеки басталды жұмысымыз. Қазір бұл сиырлар сауып болғанша 8-9 болады. Сепаратымыз бар дегендей. Ештей жеу оңай. Барлығының да қиыншылығы болады. Я оңай болса барлығы сауар еді негізі. Оңай емес андай. Қайта қазір сәуір айы, шыбын жоқ, маса жоқ. Қолайлы да сауға. Ертең жаз басталған кезде қазір 6-тарда тұрып та таңғыда, ертең 4:30-5-терде тұрасың жаздың ортасында. Күн ысымай сауып алу керек. Сосын кешке түнгі 9-10-дарда сауамыз. Бұндай қиыншылықтар бар. Шошала басталады. Біз жақта шошала деген бар. Қазақстан енді білмеймін, бірақ Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында шошала деген бар. Жәндік, жаңағыдай сиырды шағып, өзінің тұқымын шашады. Сүт енді көбейіп жатыр. Біз ауға қалдырамыз, екемшегін сауамыз. Пока жаңағы апрель, сәуір айы біткенше майдан бастап сосын сауамыз. Сол сүт майда көбейеді. Майский май дейді, ол майский майымыз жасаймыз. Сол мама майский майды қымбаттату керек сияқты 1000 теңгеге, 8000 теңгеге. Сосын қайттан енді бір ай ғой, сезонный жұмыс қой. Негізі 8000 қылу керек сияқты. Себебі майский майдың дәмі өте ерекше. Сол кезде сиырлар әртүрлі өсімдіктермен қоректеніп, шөп көктеген кез міндетті түрде майдың түсі сары түске боялады, дәмі де ерекше оның деген. Үлкен кісілер түсінеді оны. Себебі үлкен кісілер жасы үлкейген кезде адам деген әрбір нәрсенің қадірін түсінеді. Сондықтан да үлкен кісілер жейді. Менің жеке пікірім енді, қазір 7000 майдың килограммы. Осы майский майды 8000 теңге қылу керек сияқты. Қалай ойлайсыз, мама, сіздің ойыңыз? Майға сұраныс мықты, тапсырыстар. Иә, оның емдік қасиеттері де мықты сосын. Емдік қасиеттері мықты. Қазіргі жастар фастфудпен қоректеніп жүргендер ертең жасы 30-дан асқаннан кейін, 40-тан асқаннан кейін міндетті түрде түсінеді ғой майдың қадірін. Әзір түсінбейді жастар. Мынау деген бүгін туған бұзау ғой мынау. Мама, бүгін туған бұзауды да сауайын деп жатырсың. Біздер деген бірден күрмеп байлап тастаймыз. Мынау байлатқызайық. Байлауға үйренеді, жуасы үйреді да, міне байлап тастадық. Есе, мама, жіберейін ба, бара апара берейін ба? Тай-тай басып келеді, ана қараңыздар. Ей, нәжісінің иісі деген тоңғақ дейді бұны. Давай. Енесін қараңыз. Бүгін туған ғой енді, аша айтқанмен. Пена болып жатыр, қараңыздар. Иісі деген невозможно. Бұл сауған уыз болады енді 3 күнде. 3 күннен кейін оны сепаратып қаймақ қыла береді. Енесі енді бірінші рет бүгін туып тұрғаннан кейін осындай қызғанат қатты. Содан кейін тұрақталады аналар сияқты. Давай, тұр. Осындай қиыншылықпен сауылады негізі сиыр. Бірі білсе, бірі білмейді. Емізіп жатыр, мама, емізіп жатыр.
Иә. Қазір мама мынаны сауат. Енді қалай болатынын көреміз. Аяғым байлы. Жұқа екен. Күтпей. Ау. Күтпей. Жұқа бұзау екен. Жақсы, Аллаға шүкір. Шуы барлығы оңды жалпы. Несейсіз сауасы ба? Иә. Мынаны тартпай несейт жарсыз да, осылай сауасы ба? Или бұзауын тартайын ба? Ана, ең бірінші осылай жаңа туған кезде ең бірінші үйрету барысында бұзауын қосып қойып, бұзауын тартпай, сол бұзауы еміп атқан күйінде сауады. Солай үйретеді негізі. Бірте бұзауын байлап, алдына байлайды сосын. Ысықты. Ембей қалды, мама. Тоқ бұзау ғой. Алдына байлап қойын ба? Бұны тоқ бұна бұзау. Ұстап тұр солай. Ұстап тұрайын ба? Өйтпесе, не, мына. Қасына жүрген. Қасына жүрген. Әне бұл тұрмайды. Алажан болғанда сұмдық бұл. Қаймақ май оңайлықпен келмейді ал. Ембей тұр ғой, ембей тұр. Енді сіз тұра берсін сауыры. Бір қарай кетіп қалмасын. Балажан мынау, я. Сұмдық бұл сүзет байқаңдар. Байлау сүзет. Итке жүгіріп мына. Балдар да. Балдарға итке. Ұстап тұрамыз енді. Ей, тұр! Түсіп бара тұр ғой. Ол қимылдағасы түседі ғой. Тағы қыстасаң құлауы мүмкін. Бұзауда да. Ембет та білмейді. Мына қара тұра береді ет. Бұл ұлы шағы екен. Бұзау тұрса сиыр тұрады. Бұзау тұрмай тұр ғой. Ембейді. Я тұрмайды. Мама, шамал. Емгісі келіп жатыр. Süttü mü? В общем, 4 сиырдан осындай сүт шықты. Мама деген көп сауып атқан жоқ, жаңағыдай. Қақтап сауып атқан жоқ. Енді неге апарамыз? Үйге апарамыз. Мама қазір өткізеді. Қайсысын қайым ма?
кешкі 9, біздер әлі жұмыс жасап жатыр. Міне қаймақ майға дейінгі жұмыс. Біреулер сосын айтуы мүмкін мамаға 7.000 қымбат емес па деп. Қалай қымбат? Бәрі таза біздің мамада. Маржа таза, ешқандай қоспайды. Процесс кетті не. Осылай, құрметті достар, оңай емес не нәрсе де жалпы. Еш нәрсе оңай емес бұл өмірде. Міне қас қарайып келе жатыр. Біздер сиыр сауып, сепарат тартысып сөйтіп жатыр. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліңіздер. Комментарияға ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы